Сәлем достым. Бүгінгі онлайн сабағымыз әдебиеттік оқу пәні бойынша жүргізіледі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғарышқа сапар деп аталады. Олай болса, достым, бар зейініңді сабаққа аудар. Кешегі сабақ бойынша сен ғарышайлақ туралы көптеген мағлұматтар алдың. Сол сабақтан алған біліміңді өмірде пайдалана отырып, бүгінгі сабақтағы біліміңмен ұштастыра білуіңе тілектеспін. Бұл сабақта біз ең алдымен алдымызға қандай мақсат қоямыз? Сен нені үйренесің? Біріншіден, шығармашылық жұмыс жасайсың. Екіншіден, оқиға жүйесін анықтап, жоспар құрасың. Олай болса, келесі тапсырмамызға назар аударайық. Ізден, сұра, зерте айдары. Яғни сен суретті пайдаланып, ұйқас сөздерді табуың керек. Үлгі бойынша, яғни тарақ, парақ. Яғни осылай суреттердің атауын пайдаланып, ұйқас сөздерді тауып, өз жауабыңды маған жібер. Сосын мен сені бағалайтын боламын. Іске сәт. Келесі біздің айдарымыз сұрақ-жауап айдары. Бірінші сұрағымыз: ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесің? Екінші сұрағымыз: ғарышқа тұңғыш ұшқан ғарышкер туралы білесің бе? Осы сұрақтарға жауабыңды маған жолда. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, яғни біздің тұңғыш ғарышкерімізбен танысайық. Тұңғыш ғарышкердің өмірбаяны туралы деректерді мұқият тыңдап, өмірде қолдана біл. Юрий Алексеевич Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде Восток ғарыш кемесімен Байқоңыр ғарыш алаңынан тарихта тұңғыш рет ғарышқа ұшқан ғарышкер. Ол жерді айналып ұшып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Бұдан кейін ол ұшқыш ғарышкер ретінде өзінің ұшу шеберлігін жетілдіріп, ғарышкерлерді үйретіп жаттықтыру ісіне тікелей араласты. Қазіргі таңда көп оқу орны, көше, алаңдар Юрий Гагариннің есімімен аталады. Есіңде сақта. Ал біздің келесі айдарымыз түсініп оқы айдары. Ол үшін, достым, ең алдымен осы суретке назар сала отырып, мәтін не туралы деп ойлайсың? Болжап көр. Жарайды, пікіріңмен келісемін. Олай болса, келесі айдарымыз түсініп оқы айдары. Олай болса, қолыңа оқулықты алып, менімен бірге ілесіп түсініп оқы. Аман қайтып кел, звездочка. Ғарышайлақ жұрт жүріп жатқан жолдан алыс орналасқан. Онда маман инженерлер мен техниктер тобы жүреді. Осы жерде ғарыш кемелерді ұшыратын қуатты зымырандар құрастырылып дайындалады. Осы жерден олар аспанға самғайды. Бізге сары алайды әкеп көрсетті. Мен оны қолыма алдым. Салмағы 6 килограммнан аспайды екен. Оны еркелетіп, жонынан сипап едім, қолымды жалап алды. Ол бала кезімде көп ойнаған біздің үйдің итінен айнымайды екен. Иттің атын сұрасам, оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек болды. Мен итті көтеріп алып, жерге қоя бердім де, аман есен орал, звездочка дедім. Жиналғандардың бәрі осы атты құптап, звездочка болсын деді. Ғарышайлақтағы алып құрылысқа мен бір жағы қуанып, бір жағы таң-тамаша болып қарап қалыппын. Ұшу алаңдағы ең соңғы дайындыққа қызыға қарап тұрдым. Белгіленген уақыт жақындап қалды. Дәл қазір-ақ ұшуға бұйрық берілгелі тұр. Осы минуттарда ұшуға звездочканы емес, тап мен дайындап жатқандай сезіндім. Бейне бір аспанға шырқап кеткен ғарыш кеменің ішінде отырғандаймын. Мүмкін адамдардың ішінен мен бірінші болып ұшармын да. Міне, ғарыш кеме ұшайын деді. Атқан оқтан да тез команда берілді. Қақпақтарынан жалыны бұрқырап, қозғалтқыштарының гүрсілдеген даусы сондай күшті. Көп сатылы зымыранның биік те ауыр корпусы старт алаңынан көтеріліп бара жатты. Зымыран бірер секундта жерден бөлініп шықты да, от жалынын шұбалтып көзден ғайып болды.
Юрий, сені де біз осылай шығарып саламыз, деді жолдастарым маған. Күні бойы ойымнан осы көрініс кетпей қойды. Ғарыш кеме ғаламшарды айналып ұшып, белгіленген ауданға қайтып келді. Мамандар, биологтер мен дәрігерлер аман-есен ұшып келген звездочканы көріп, мәз-майрам болып жатыр. Ал мен жаңағы көргенімді ойлаумен жүрмін. Құлағымда старт кезінде естіген керемет гүрсіл тұр. Ал көз алдымнан зымыран қалдырған будақ-будақ түтін кетпейді. Бірақ мен бұдан қорыққаным жоқ, қайта бойымда шаттық кернеді. Жарайсың, достым. Бұл мәтінді оқи отырып, сенде қандай сезім пайда болды? Әрине, Юрий Гагариннің сезінген сезімін сен де сезіне алдың ба? Жарайсың. Олай болса, біздің келесі айдарымыз анықта айдары деп аталады. Біріншіден, нені анықтаймыз? Ғарышайлықта қай мамандық иелері жұмыс істейді? Екіншіден, автор ғарыш кеменің ұшу сәтін қалай сипаттады? Үшіншіден, Юрий Гагариннің көңіл күйі қалай өзгерді? Осы 3 сұрақты анықтап, маған аудиожазба ретінде жолда. Келесі біздің айдарымыз құрастыр айдары деп аталады. Яғни оқыған мәтіннің жоспарын ретімен орналастырып, дәптерге жазып, маған суретке түсіріп жібер. Ғажайып ғарышайлақ, қоштасу, от жалынды зымыран, шаттық пен сенім, сары ала ит. Осы жоспарды ретімен орналастыр. Яғни бұл біздің сабағымыздың екінші мақсаты бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Сәттілік. Келесі біздің айдарымыз ойлан-тап айдары. Яғни өздеріңе ұнайтындай ребустың шешуін табу. Ең бірінші суретте не орналасқан? Қандай жануар орналасқан? Есек және т әрпі және де елік берілген. Сонда қандай сөз шығады? Естелік. Жарайсың. Ал, достым, естелік дегеніміз не? Білесің бе? Мен толықтырып өтейін. Естелік дегеніміз күнделік, жол жазбаға ұқсайтын әдеби шығарма. Яғни Юрий Гагариннің туындысы естелікке жатады. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сабағымызда біз нені үйрендік? Рефлексия пирамидасы бойынша біз бүгінгі сабақтан сенің үйренген 4 мәліметің, сенің білген 3 мәліметің, және менің көбірек білгім келетін 2 мәліметің, яғни сенің 2 мәліметің және есте сақтау керек бір маңызды мәліметті маған жолда. Сау бол!